Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте керемет, жұп-жұмсақ, дәмі ауызда еритін, әрі тойымды, жасалу жолы тез дайын болатын панкейктің рецептімен бөліскім келіп отыр. Рецептімізді бірге дайындамастан бұрын сіздерге менің кішкентай ғана бір өтінішім бар. Каналға тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, лүпілдеріңізді басып кетіңіздер. Менің каналымның дамуына атсалысыңыздар достар. Ендеше достар, сөзімізді көп созбай, тірлікке бірден көшейік. Осындай өте керемет, жұп-жұмсақ, тәп-тәтті панкейкіміздің рецептісін бірге дайындайтын боламыз. Сіздер видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен осындай 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырылған жұмыртқаның үстінен қант саламыз. Қанша керекті мөлшерлерін мен сіздерге астына міндетті түрде жазып қалдыратын боламын. Оның үстінен осындай сұйық май, иісі жоқ болсын, жарай ма? Сұйық майымызды құйып араластырып, оның үстінен жылы сүтімізді құйып жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен осындай кішкене разрыхитель қосып жібереміз. Барлығын жақсылап осылай араластырып аламыз. Оның үстінен електен өткізілген ұнымызды жаймендеп салып, қатты қою емес, қатты сұйық емес, орташа есеппен сұйықтық дайындайтын боламыз. Сұйықтығымыз мінекей дәл осындай, көріп тұрғандарыңыздай қатты болмасын, жарай ма? Дайын болған құймамызды қызып тұрған тавада 2 бетінің қызарғанша кішкене ұстап пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Тез дайын болады, көріп тұрғандарыңыздай. Ерінбеңіздер достар. Менімен бірге бөлісуді ұмытпаңыздар одан кейін. Сіздерден менің видео рецептіме лайк, комментарий болсын достар, қолдау болсын. Ал мен сіздермен келесі кездескенше осындай дәмді рецепттермен қоштасамын. Сау болыңыздар.